Аз аралас, жақсы өмір сүр. Қазіргі заманда адамдар көп, байланыс көп, бірақ тыныштық аз. Әркім бір-бірінің өміріне араласып, пікір айтып, кейде тіпті өзгенің тағдырына әсер еткісі келеді. Осындай кезде бір маңызды шындықты түсіну керек. Аз араласу әлсіздік емес, бұл саналы таңдау. Адам неғұрлым көп араласса, соғұрлым көп энергиясын жоғалтады. Әр әңгіме, әр пікір, әр сөз сенің ішкі әлеміңе әсер етеді. Кейде сен шаршағаныңды байқамайсың, бірақ жаның тыныштық сұрайды. Бұл белгі. Бұл сенің өзіңе уақыт бөлуің керек екенін білдіреді. Біріншіден, аз араласу, өзіңді қорғау. Әр адам саған жақсы ниетпен келмейді. Кейбіреулер қызғанышпен қарайды, кейбіреулер сені пайдаланады, ал кейбіреулер жай ғана уақыт өткізгісі келеді. Егер сен бәріне есік ашсаң, онда өзіңе орын қалмайды. Екіншіден, аз араласу, ойыңды таза ұстау. Көп адаммен араласқанда сен олардың пікірін, көзқарасын, проблемасын өзіңе жүктейсің. Біраз уақыттан кейін сен өз ойыңды ажырата алмай қаласың. Ал жалғыздықта сен өзіңді қайта табасың. Үшіншіден, тыныштық дамудың негізі. Үнемі шумен адамдардың арасында жүрген адам терең ойлай алмайды. Ал аз араласатын адам өз мақсаттарын анық көре алады. Ол өз жолын таңдайды, басқалардың емес. Төртіншіден, аз араласу сапалы қарым-қатынасқа келеді. Сен 100 адаммен сөйлескенше 2-3 шынайы адаммен байланыс құрғаның әлдеқайда жақсы. Өйткені сапа әрқашан саннан маңызды. Бесіншіден, өзіңмен болу ең маңызды қабілет. Көп адам жалғыздықтан қорқады. Бірақ шын мәнінде жалғыздық бұл мүмкіндік. Бұл кезде сен ойланасың, армандайсың, жоспар құрасың. Бұл кезде сен өсесің. Алтыншыдан, адамдардың бәріне ұнау міндет емес. Көп араласатын адам жиі басқалардың пікіріне тәуелді болады. Ол не дейді? Деп өмір сүреді. Ал аз араласатын адам мен не қалаймын? Деп өмір сүреді. Жетіншіден, тыныш өмір бақыттың кілті. Байлық та, атақты адамға толық бақыт бермейді. Ал ішкі тыныштық ең үлкен байлық. Оны тек өзіңмен үйлесімде болғанда ғана табасың. Сегізіншіден, уақыт ең қымбат ресурс. Кіммен араласатыныңды дұрыс таңдасаң, уақытыңды үнемдейсің. Ал уақыт бұл өмір. Тоғызыншыдан, аз араласу, өзіңді құрметтеу. Егер сен өз уақытыңды, энергияңды бағаласаң, онда сен кез келген адамға оны жұмсамайсың. Оныншыдан, бұл өмірдің мәнін түсіну. Сен бәрімен бірге жүріп емес, өз жолыңды тауып өмір сүргенде ғана шынайы бақытқа жетесің. Сондықтан кейде шетке шығып үндемей, өзіңмен бірге болудан қорықпа. Бұл жалғыздық емес. Бұл өзіңді табу жолы. Аз аралас. Көп ойлан. Терең өмір сүр.